Здравствуйте всем! Сегодня мы с вами продолжаем тему винительного падежа. Бүгін біздер сіздерменен винительный падеждің темаларын давам етеміз. Өткен сабақта винительный падежді түсінік беріп кеттім һәм жаңлы жансыз атлықтардың өзгеруін үйреніп едік. Әтібар берген болсаңыз, жансыз атлықтар өзгерместен қалады мужской родтағы һәм средний родтағы. Ал жаңлы атлықтар болса, қосымша алып өзгереді. Енді сол атлықлар басқа сөз шақаптарының өздеріне бағындырады деп неше мәрте айттым, алдын көп мәртебе қайталадым. Соның дәлел іспатында бүгінгі темамыз атлықлар менен бірге келбеттілер қандай болып өзгереді винительный падежде. Соны көріп шығамыз. Бүгін сабағымызда біздер жансыз атлықлар менен келбеттілердің өзгеруін көріп шығамыз. Так. Келбеттіліктің сұрауы какой? Мужской родтағы атлықлар. Мужской родтағы жансыз атлықлар, есіңізде болса, нені деген сұрауға жауап беру үшін рус тілінде өзгерместен қалады. Атлықтың өзі өзгермеген үшін алдында келбеттілік болса, келбеттілік пенен қосып істете жақ болсаңыз, келбеттілік те өзгерместен қалады. Новый дом, таза үй. Вижу новый дом. Көріп тұрпан қандай үйді? Таза үйді. Қарақалпақ тілінде негізінде қосымша қосылады. Бірақ рус тілінде көріп тұрғаныңыздай, дом деген атлық өзгерместен қалғаны үшін алдындағы келбеттілік те өзгерместен қалады. Және әтібар берген болсаңыз, сұрауы өзгермей тұрыпты. Сұрауы өзгермеді ме, демек жауабы өзгермейді. Беймәлел сіздер сұрау берсеңіз, солайынша істете бересіз. Какой дом ты видишь? Какой дом ты видишь? Сен қандай үйді көріп тұрыпсың? Мен таза үйді көріп тұрыппын. Я вижу новый дом. Бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Енді женский родтағы жанлы атлықларда, жансыз атлықларда өзгереді. Нені деген сұрауға жауап беру үшін, кімді нені деген сұрауға жауап беру үшін. Атлық өзгергені үшін, оның менен бірге істетілетін келбеттілік те әлбетте өзгереді, бірге қосылып. Так, новая кофта, таза кофта. Таза кофтаны көріп тұрпан. Вижу новую кофту. Қарай, кофта деген атлық кофту боп өзгерді. Соның үшін алдындағы келбеттілікте атлыққа бағынып өзгеріп тұрды. Өзгеруге мәжбүр. Рус тілінің қағидасы сондай. Енді, ітібарыңызды сұрауға қаратаман, қараң, сұрауым өзгерді. Негізінде рус тілінде сепліклерде, келбеттіліктерді қойғанда көп адам қиналады. Негізінде қиын емес, қараң, сұраудың өзінде келбеттілікке қосылу керек болған қосымша болады. Яғни сіз диққатпен тыңдасаңыз, қандай сұрауды қайтып беріп жатырды? Сол сұраудың ізіндегі қосымшаны жауапта сіздер беймәлел істете аласыз. Например, смотрите. Какую кофту ты купила? Қандай кофтаны сатып алдың? Қараң, маған какую деп жатыр ма? Әтібар берің демен, негізінде көп адамдар әтібар бермейді. Сұраудың общий мәнісін түсінеді, бірақ әрбір сөздің өзгеруіне онша әтібар бере бермейді. Так, я купила, мен сатып алдым. Таза кофтаны, ямаса көк кофтаны. Тазаны алайық. Новую кофту. Мен таза кофта сатып алдым. Қараң міне. Сұрауында ую бар. Демек біздер келбеттілікке сол қосымшаны қосуымыз керек болады. Ендігі нәубет средний родқа. Средний родтағы жансыз атлықларда винительный падежде өзгерместен қалады. Соның үшін олармен істетілетін келбеттілік те өзгерместен қалады. Новое слово, таза сөз. Таза сөзді көріп тұрпан. Қараң, сұрауларына әтібар береміз. Сұраулары өзгерместен қалды. Демек, келбеттіліктің өзі де өзгерместен қалады.
Как в именительном падеже деп қойпан, қайран қалмаң. Именительный падеждегідей, яғни бастаңғыш формасы қандай болса, сондай болып қала береді. Құрметті менің тыңдаушыларым, күзетіп барушылар, бүгінгі темамыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийлерде сұрау беріп қалдырасыз. Жауап беруге харекет қыламын. До свидания.